Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын ананас қосылған салат дайындаймыз. Салат жасау үшін бізге ең алдымен микс салат қажет болады. Менде бұл жерде салат жапырағы, қызыл базилик және де руккола. Барлығын жақсылап жуып аламыз. Сонан соң салат жапырағын осылай қолымызбен үзіп аламыз. Және де қызыл базилигіміздің жапырақтарын ғана аламыз. Сабақ бізге қажет болмайды. Рукколаның сабақ жағын алып тастаймыз. Және де қалған бөлігін екі бөлікке бөліп салатымызға саламыз. Барлығын осылай қолымызбен араластырып аламыз. Мінекей микс салатымыз дайын. Енді келесі кезекте қызанағымызды, яғни черри қызанағымызды осылай түп жағын алып тастаймыз. Өзін екі бөлікке бөліп салатымыздың үстінен қосамыз. Консервідегі ананас осы микс салатпен өте әдемі үйлесімге кетеді. Сол себепті оны өзіміз қалаған бөліктерге бөліп шығамыз және де салатымызды безендіруге қолданамыз. Салатымыздың үстінен зәйтүн майын құямыз және де оған өз қалауымыз бойынша қара бұрыш, тұз себеміз және де осындай бальзамик кремінен аздап қосып, барлығын қолымызбен осылай араластырып шығамыз. Дайын салатымызды тарелкемізге әдемілеп салып шығамыз. Салатымыздың шет-шетін ананаспен безендіріп шығамыз және де грек жаңғағын кішкене үгітіп осылай себеміз. Ең беткі жағынан бальзамик кремімізді құйып шығамыз. Дәмі ерекше болып шығатын ананас қосылған салатымыз дайын болды. Өте керемет. Міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер.